әдемі болу үшін деп сіздерге су құямын. Келіңдер, қолдарыңды беріңдер, шаттық толы шеңберге қуанышпен еніңдер. Достарымның барлығын сыйлап жақсы көремін. Алақаным арқылы шұғылымды беремін. Жарайсыңдар балалар. Мен достарымды жақсы көремін, достарыма сәттілік тілеймін. Балалар, біз қазір сандарды қосып есептеп шығардық. Қалекең, Айзере, айта қойшы, сен нешемен нешені қостың? Жетіге қосамын үсі, тен 10 бар. Жарайсың. Мансұр, айта қой. 6-ға қостым 4, тен 10 болды. Жарайсың, Бибі Мария. 4-ті қостым 9. Алихан, айта қой. 8-ге 2-ні қостық, тен 10. Ал енді балалар, сендер шариктерді цифрлармен сәйкестендіріңдер, түсіне қарап. Айсел, геоконт тақтайшасында геометриялық қиық шаршы ой өрнегін құрастырып берші. 4-ге қойдым. 4 тағы да 4-ге қойдым. Енді мен 3-ге қоямын. 2-ге қойдым. 1-ге қойдым. Енді сенде қандай ой өрнек пайда болды? Қиық шаршы ой өрнегі. Керемет, жарайсың, Айсел. Даниял, геоконт тақтайшасында қазақтың ұлттық аяқ киімдерінің бірі шоңқайма етікті құрастыршы. Нәні тәтті, жалғаудың жаны тәтті. Қозы стережін қолды, қойылысы жердің қолды. Ұядан ені көзі, ұшқанда соңына лесін. Әкеге қалып, ол өсіп, шүкеге қалып, қыл өсіп. Әке, ата, бәйгеге қалар апа. Әке, асқал қауып, одан бізге отбасынан басталады. Жеті өшіп, бәйек кес. Балалар, кім жылдам ойынын ойнаймыз. 1, 2, 3, ойын басталды. Biz kanatın üstü oyunu, oramaz atamak oyunu oynayınız. Oyunun şartı bir bana oramaldı alıp, kendirdi, aynalar kuduruydu. Kızın altına oramaldı kapak etirdi. Sonra bana oyundan kırıp, kapağa kalanı kuyardı. Bizim gündüz geçti, oturan bana yüzünün çok itiyordu. Mansur Biz Meryem'de tutab aldı. Al endi Biz Meryem, sen ön gayrımda olsun. Oyunun çok itiyordu, kapağa oturuyor. Nerede Biz Meryem? Ayta koy. Қозы сеңірдің қолды, қойылысы жердің қолды. Жеті өшіп, бәйек кес. Жарайсың. Қане балалар, орнында тұрайық. Сендерге жұмбақ жасырайын. Әлі сендер соны талқылаңдаршы. Ұстай қалсаң еріп кетер, әуре болма тер бекер. Ол не екен балалар? Жарайсыңдар қар. Ал қар түскенде күн қандай болады балалар? Күн жылы болады. Мадина, күнді, бұлтты, ағаштарды бақылап, әдемілеп суреттерін салшы.
де тамақ ішкен соң жуынады деген ертегіні сендерге оқып беремін. Мұқият тыңдап жатамыз балалар. Күндердің күнінде бір торғай ұшып кеп, бір шаруаның қорасына қонады да, шашылған дәндерді теріп жей бастайды. Мұны көріп қожайынның мысығы бір мүйістің тасасында тұрып ториды. Аңдып отырған мысық бір мезетте шоршып барып торғайды бас салады. Қане балалар, қолымызды басымызға қойып, бірінші оң аяғымызды жоғары көтереміз. Екінші сол аяғымызды көтереміз. Енді екі аяғымызды жайлап төмен түсіреміз. Ал балалар, төсекке отырамыз. Қолымызды екі аяғымыздың ұшына тигіземіз. Созыламыз. Жарайсыңдар. Жауырындарымды тік ұстап отырыңдар. Енді алға қарай аяқтың ұшына тағы да созыламыз. Оянсаңдар егерде бір-біріңе күліңдер. Қанеки балалар, бір-бірімізге қарап күлеміз. Суларымызды алып, аузымызды шаямыз.